30 сабақ әліпби дейді. Бірінші атау ертегіні түсініп оқы дейді. Түлкі мен тырна дейді. Тырна түлкінің үйіне қонаққа келеді. Түлкі ботқаны жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. Тамақ ал. Тырна жайпақ ыдыс тұмсығымен шоқып, ештеңе жей алмайды. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Тырна сорпа дайындап, оны құмыраға қойып беріпті. Түлкі сорпаны жей алмайды. Құмыраға басы кірмей қояды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Түлкі ренжіп үйіне аш қайтыпты. Ертегі мазмұн бойынша сұрақ қой дейді. Тырна кім үйіне қонаққа келді? Түлкінің үйіне. Түлкі ботқаны қандай ыдысқа салып қояды? Жайпақ ыдысқа салып береді. Келесі күні тырнаға кім қонаққа келді? Түлкі қонаққа келді. Ол қандай ыдыспен берді түлкіге сорпаны? Құмырамен берді, оған бас симады. Осылай сұрақ қойсақ болады екен, Екінші атау көпірген орнына тиісті әріпті қойып, сөздерді әліпби ретімен жаз дейді. Құмыра, түлкі, көлен, күміс, жүзім, бұрғы, құдық деген сөздер екен. Енді бұларды жазатын боламыз. Бірінші бұрғы деген сөз жазамыз, екінші жүзім, үшінші күміс, көлеңке дегендерді жазамыз. Құмыра, құдық, түлкі деген сөз ең соңында жазады екенбіз. Әліппе бойынша үстіп жазсақ болады екен. Б, Ж, К, Қ, Қ, Т деп жазады екенбіз. Енді бізге үшінші атау әліпбидің Р әрпіне алдында және соңында тұрған әріптерді ата. Сол әріптерден басталатын сөздерді айт дейді. Сөздер. Мына қараңыздар. Р әрпінің алдында П тұрады, артында С тұрады екен. Парта деген сөз парақ, сағат, сан. Үстіп жаза берсек болады екен. Үстіп жазады екенбіз. Тағы қандай сөздер бар? Р әрпінен келетін ракета, робот деген сөздер келеді. Балалар, өзіміз сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар.